Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен осындай шаблондарда өзіміздің суреттерімізді қалай қоямыз, сол туралы айтып өтемін. Міне көріп отқандай, осындай артқы фондарды қалай алуға болады, қалай осындай сөздерді жазуға болады, осы туралы айтып өтіп кетемін. Ол үшін біз браузердің қалаған жолағына жазамыз canva.com деп. Менде canva деп бірден жазылады, және соның бесплатный дегенін біріншісін басасыздар. Енді бұл canva-ға өздеріңіз тіркеліп алуларыңыз керек. gmail.com-дарыңызбен мен тіркеліп алғанмын. Тіркелу өте оңай, және міне өзімнің суретімді қойғам, аты жөнім шығып тұр. Сіздер де солай жасап алыңыздар. Енді бұл жерде сіздерден көбінесе документтермен жұмыс жасауға болады. Бұл жерде енді өте көп функциялар, әртүрлі, мысалы бір-біріңізді құттықтауға, открыткалар жасауға болады. Апталық өткенде өздеріңізге жаңағы пригласительный жасауға болады, шақыру билеттерін. Енді мен сіздерге презентация бойынша жұмыс жасап көрсетемін. Презентация 16-да 9 деп тұрады, соның үстін басасыздар. Және бізге осындай шаблондарды ұсынады. Енді бұл жерде бізге көбінесе мұғалім болғандықтан мен мына шаблонды таңдағым келіп тұр. Осы шаблонды таңдап көрейік. Және бұл жерде тақтаға тақырыпты жазуға болады. Өзіміздің суретімізді қоюға болады. Мына суретті мен өшіріп тастайын енді. Өшіріп тастайын. Енді мен мына жерге сурет әкелгім келіп тұр. Ол үшін браузерді қайтадан ашып, удаление фона деген жазамын да, сол жерге өзімнің бір фотомды скачать етіп алам. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, рабочий столда суреттерім бар жерді қарап көремін қазір. Осы жерден бір сурет аламын. Енді біз жаңа тақтаға қарап қолымызды көрсетіп тұру керек болатұғын. Бір ойланып тұрған суретімді алып көрейін. Міне, осыны қоя салайын. Загрузка жүріп жатыр қазір. Міне, осы суретімді скачать етемін. Және скачать еткен суретті жаңағы Canva-ға апарып загрузкаға тартып алайын. Міне, загрузканың ішінде мына сурет келіп түсті. Мен осы суретті мына жерге қойғым келіп тұр. Мына жерге келді, көрдіңіздер ме? Бұны үлкейтуге болады, және өзіңіз тақтаның қасына қоюға болады, бұлай жақындатып. Енді мына суретті өзгертуге, сөздерді өзгертуге болады. Үстінен 2 рет бассаңыздар болады. Мысалы, шаблондармен жұмыс деп жазайын. Шаблондармен жұмыс жасау. Осылай жазып қояйын. Енді бұл сөзіміз көбейіп артық болып тұр ғой, соның мына жердегі минуспенен бұлай бассаңыздар, өзі кішкене кішіреді. Осы тақтамызға әдемі болып келіп тұратығындай қылып ыңғайлап аламыз. Енді және бұны біз өзгертуімізге болады. Мына жерде әр түрлі бізге берілген, бізге ұсынады осындай шрифттарды, осы шрифттарға қойып алуға да болады. Қалағаныңызша жасауға болады. Енді бұған мына жерде ұнамай тұрса, мыналарды болмаса үлкейтуге болады, және удалить етуге болады. Мына жерде әр жерінде өзінің удалениясы бар. Енді мына жерде кітаптар тұр. Бұл кітапты да копировать етіп, мына жағына қойсақ та болады. Міне, плюсикті бассаңыздар, копировка шығады. Мына жеріне қойсаңыздар да болады, мына жерге, мына жағына қойсаңыздар да болады. Әр жаққа қоюға болады, өзіңіздің ыңғайлы жеріңізге. Және өзіңізді бұлай қоюға болады. Енді мен мына жерде кішкентай болып қалдым, кішкене көтеріңкіреп, өзімді әдемілеп қояйын. Көрдіңіздер ме? Енді бұл жерде
кітап артықшылық етіп тұр, қарап тұрсаңыздар. Осы кітаптың үстіне бассаңыздар, міне удалить етуге болады. Және өзім бұлай сәл жазып қойсам болады. Енді қараңыздар, менің қолымның жартысы түспей қалды, мына жерді тартсаңыздар, міне осылай шығады. Енді мынаны үстіме мініп кетті. Қараңыздар, мына сөздер, оны жылжытуға болады. Міне тақтамен апарып, плюсик белгісі тұрады. Міне осылай қойсаңыздар болады. Міне біздің осы суретіміз дайын болды. Және осы сөзге, мына сөзге анимация қоюға болады. Анимация қоюға болады. Қадымғы бізде презентацияда қоямыз ғой, не жасаған кезде. Не осылай қоюға болады. Қалағаныңызша жасауға болады. Приход қоюға болады. Әр түрлі жасауға болады. Болмаса, міне мына шаблонды, мына өзімізді бұлай келтіріп қоюға болады. Көрдіңіз бе? Бірге келеді. Әр түрлі қылып өзіңіз жасауыңызға болады. Бұл презентацияның өзіңіздің енді неңізге қарай, вкустарыңызға қарай жасайсыздар. Қалай жасағыңыз келеді, барлық мүмкіндік бар. Міне қалай келсе де өздеріңізге әдемі болып тұратұғын фонды көрсетуге болады. Бұлай келеді, болмаса бұлай келеді. Әр қалай өзіңіз енді жасайсыздар. Енді бұны қалай сақтаймыз? Өте әдемі шықты деп ойлаймын. Енді біз бұны қалай сақтаймыз? Мына жерде поделиться деген бар жоғары жағында. Және мына жерде скачать дейміз. Енді мына жерде стандартный PDF деп тұр. Бізге стандартный керек емес. Бірінші құры скач нені PDF-ті жасаймыз. Және мына жерде скачать дейміз. Көрдіңіздер ма? Міне өзіміздің осы шаблонымыз скачать етіліп жатыр. Әр жерге осылай қоюға да болады. Енді қарасаңыздар, міне шаблонымыз түсті. Бұл көбінесе біздің загрузки бөлімімізге түседі. Мұқият қарасаңыздар, міне. Көрдіңіздер ме? Қандай әдемі және жақсы анық шықты. Енді бұл сіздердің қадерлеріңізге жарасын. Маған комментарий жазыңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Сіздерге ұнап жатса, мен өте қуаныштымын. Келесі сабағымда көріскенше сау саламат болыңыздар.